Балалар, бүгін 3-ші сыныптың математика сабағының 113-ші сабағын бастаймыз. Бұл сабақта сендер жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолданатын боласың. Бірінші есепте бізге алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшу туралы деректерін қарап сұраққа жауап берді. Ең алғаш ғарышқа ұшқан білесіңдер, Юрий Гагарин, одан Герман Титов, енді үшіншісі Андрей Николаев екен. Осы ұшқыштардың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте дейді. Енді Юрий Гагарин түсінікті 1 сағат 48 минут, ал Герман Титов 1 сағат жүрген екен. Ол бізде 1 тәулікте 24 сағат, оны бірге қоссаң 25 сағат болады. Ал Андрей Николаев 3 тәулік 22 сағат болған екен. Яғни бұл 3 тәулігіміз 24-тен, оған 22 сағат қосамыз, 94 сағат болады. Яғни ең бірінші ұшқан кезде 1 сағат 48 минут ұшса, екінші рет ұшқан кезде ол уже 25 сағат болды, ал үшінші рет ұшқан кезде ол уже 94 сағат ұшқан. Сонда ұшу ұзақтығы әр ұшқан сайын артып отырған. Енді көбейтудің қалай орындалғанын қара дейді. 23 көбейтілген 4 тең 92. Енді жазамыз. Бірінші көбейткішіміз бізде 23, екінші көбейткішіміз 4. Енді бірлікке көбейтеміз. 4-ті 3-ке көбейтеміз. 12, яғни бұның 1-і ондық, 2-сі бірлік болады. 2-сін жазамыз да, ондықты ойда сақтаймыз. Енді 4-ті 2-ге көбейтеміз ондықтарды ондыққа, яғни ойдағы бірлікті қоссақ, сонда 9 болады. Яғни ондықтың астына 9-тан жазамыз. Сонда жауабы 92 болады. Енді үшінші есепте бөлуді берілген. Бөлуді жоғарғы разрядтардан, жүздіктерден, ондықтардан бастайды. Бөлу қалай орындалғанын қара дейді. 92-ні 4-ке бөліп тұр. Енді жазамыз. Бөлінгішіміз 92, ал 4 бізде бөлгіш. Бірінші толымсыз бөлінгіш 9 ондық. Бөліндіде 2 цифр ондық және бірлік бар. 9 ондық, 2 бірлік. Ондықтарды бөлеміз. 9 бөлу 4-тен 2. Бір қалдық қалады. Бөліндіге 2 санын, ал қалдықтың ондықтың астына жазамыз. Бірлікті астына түсіреміз. Сонда 1 ондық және 2 бірлік. Бұл 12 бірлік болады. Енді бірліктерді бөлеміз. 12, оны 4-ке бөлсек 3 қалады. Бөліндіге 3 санын жазамыз. Сонда қалдық 0-ге тең. Демек біз толық бөлінді. Жауабын оқимыз. 23. 92-ні 4-ке бөлсек 23. Төртінші есепте өрнекті баған түрінде есептеу берілген. Есептердің нәтижесін тексер дейді. Бұл жерде енді баған түрінде көбейтеміз. 36-ны 2-ге көбейтеміз 72, 28-ді 3-ке көбейтеміз 84, 84-ті 7-ге бөлеміз 12, 94-ті 2-ге бөлеміз 47, 25-ті 3-ке көбейтеміз 75, 38-ді 2-ге көбейтеміз 76, 75-ті 3-ке бөлеміз 25, 29-ды 2-ге көбейтеміз 58, 85-ті 5-ке бөлеміз 17 болады, 27-ні 3-ке көбейтеміз 81, 96-ны 6-ға бөлеміз 16 және 26-ны 2-ге көбейтеміз 52. Енді есептен нәтижесін тексер деді. Оны қалай тексереміз? Көбейтуімізді бөлеміз. Мысалы 36-ны 2-ге көбейттік 72 ғой. Бұл дұрыс па дұрыс еместі білу үшін 72-ні 2-ге бөлеміз. 72-ні 2-ге бөлсек 36 болады. 28-ді 3-ге көбейтсек 84 ғой. Ал 84-ті 3-ге бөлсек 28 болады. Осылай есептің нәтижесін тексереміз. Егерде есепті асықпай жазып алатын болсаңдар, паузаға басып асықпай жазып алуларыңа болады. Бесінші есебімізде теңдеулерді шешу берілген. Ең алдымен бірінші теңдеуіміз 96 бөлінген 4 қосу x тең 257. 96-ны 4-ке бөлсек 24, қосу x тең 257. Енді осыдан x табамыз. X тең 257 алу 24. X тең болады 233-ке. Енді теңдеуімізді жазып, x-ті орнына қоямыз. 96 бөлу 4 қосу 237 тең 257. Яғни 257 тең 257 болады. Y алу 95 бөлу 5 тең 800. Y алу 19, 95-ті 5-ке бөлсек 19 болады, тең 800. Енді осыдан Y табамыз. Y тең 800 қосу 19. Яғни Y-іміз 819-ға тең болады. 819 алу 95 бөлу 5 тең 800. Яғни теңдіктің екі жағы да тең болды. 800 тең 800. Үшінші есеп 84 бөлу 6 көбейтілген V тең 140. 84-ті 6-ға бөлсек 14 көбейтілген V тең 140. Енді осыдан V-ны табамыз. V тең 140 бөлу 14.
В тең болады 10-ға. 84 бөлу 6 көбейту 10 тең болады 140. Яғни теңдігіміз екі жағы тең болды. 140 тең 140. Төртінші теңдеу 147 бөлу 7 көбейтілген В тең 210. Бұл жерде 147-ні 7-ге бөлетін болсақ 21 болады. 21 көбейтілген В тең 210. Енді осыдан В-ны табамыз. 210 бөлу 21. В-мыз сонда 10-ға тең болады. Енді теңдеудің орнына қоямыз. 147 бөлу 7 көбейтілген В тең 210. Яғни теңдігінің екі жағы тең болды. 210 тең 210. Алтыншы есеп мәселесі бе. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсысы 32 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды. Олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алған дейді. Яғни бізге берілген сорпа 3 қорап, 32 түбекшеден 3 қорап. Барлығы 200 түбекше. Енді осының ішінен еттің қанша түбекше екенін табамыз. Шешуі 32 көбейту 3 96. Яғни сорпаның қанша екенін тауып аламыз. Сорпамыз 96 болды. Енді бүкіл түбекше 200 болса, одан 96-ны алып 104 түбекше ет екенін тауып алдық. Яғни жауабы 104 түбекше ет алынды. Жетінші есеп. Егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигуралардың ауданы қанша болады дейді. Яғни А вариантында бір бөліктің өлшемі 2 сантиметр болып тұр. Яғни біз бұның ауданын қалай айтамыз? А тең 2 көбейтілген 3. Өйткені бір бөліктен 3 тұр. Яғни екі жағы бірдей. Яғни А тең 6 болса, В да 6-ға тең. Яғни ауданы қалай табамыз? 6 көбейту 6 тең 36 сантиметр. Енді Ә вариантын табамыз. Ә вариантының бір бөлігі 3 сантиметр деп тұр. Бұл жерде А-ны 3 көбейтілу 5 деп шығарамыз. 15. Ал енді В 2-ақ бөлік. Значит, 3 көбейтілген 2 6. Ауданы 15 көбейтілген 6 тең 90 сантиметр болады. Енді В-ның ауданын табатын болсақ, оның бір бөлігі 2 сантиметр екен. А тең 2 сантиметр көбейтілген 5 бөлікке 10. В бізге берілген 4 сантиметр. Яғни ауданы 4 көбейтілген 10 тең 40 сантиметр болады. Балалар, осымен 113-ші сабақ бітті.